Көксу ауданы Нұрмолда Алдабергенов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Олжабаева Үкрайым Қырықбайқызы. Сабақтың тақырыбы қонақжайлылық ата дәстүр. Біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйене отырып түзету және редакциялау. Оқушыларды топқа бөлу. Енді бұл жерде WhatsApp желісі арқылы оқушыларды 3 топқа бөліп алам. Әрқайсысына ат қоям. Бірінші топ арнайы қонақ, екінші топ құдайы қонақ, үшінші топ қыдырма қонақ. Өткен сабақтар бойынша ережелерді еске түсіру. Үстеудің ережелер туралы білімдерін тексереміз. Қызығушылықты ояту. 3 топ бір-біріне қазақ халқының салт дәстүрлері туралы сұрақтар қояды. Топтық бағалау болады. Бірін-бірі бағалау жібереді. Оның дескрипторы, ережені толық айту керек, сұраққа дұрыс жауап береді. Оқылым, топтық жұмыс. Бірінші тапсырма бойынша мәтінді мәнерлеп нақышына келтіріп оқиды. Оқып болған соң төрге отырғызу, онда қандай мән бар? Осы тақырып бойынша сөйлейді оқушылар. Дескриптор, мәтіннің атауын талқылауға қатысады, көтерілген мәселені болжайды. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау, бағдаршам. 6-шы тапсырма бойынша топпен жұмыс болады. Кейіпкерлер рөліне ене отырып, шығарма үзіндісі бойынша диалог құрамыздар. Сахналық қойылым әдісі бойынша диалог барысында өз сөздерді мәнерлеп түсінікті айтыңыздар. Жаңағы 3 топқа осы тапсырма беріледі. Бұл жерде дескриптор, өзіндік 2 құндылықты анықтап, бір ұсыныс пікірлеріңізді білдіріңіздер, екінші дәлелді сөйлеңіздер. Бағалау болады 2 жұлдыз 1 тілек арқылы соңынан. 8-ші тапсырма берілген сөздердің анықтамасын жазу. Кесте сызбайды, анықтаманы жазу арқылы түсіндіреді. 9-ші тапсырмада тыныс белгілерін дұрыс қойып, сөйлемді көшіріп жазу. Қатесін дұрыстап жазу, редакциялау. Дескриптор, мәтіндегі пунктуациялық қателерді анықтайды. Екінші, мәтіндегі пунктуациялық қателерді түзетеді. 10-шы тапсырмада ауызша орындау ұқсастықтарын табу, одан кейін жазылым болады. Қалыптастырушы бағалау 2 жұлдыз 1 тілек әдісі бойынша жүргізіледі. Жеке жұмыс жүргізіледі. Жеке жұмыста ерекше қадағалауды қажет ететін оқушылардың тапсырмасы бар. Жаңағы бірінші жолда тақырып бір сөзбен берілген зат есім, екінші жолда тақырып, екі сөз сипаттау сын есім, үшінші жолда тақырыпқа қатысты қимыл атауын 3 сөз жазу етістік. 4-ші жолда 4 сөзден тұратын бір сөйлем, 5-ші жолда тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз болады. Одан кейін синквейн әдісін қолданып, халық отбасы тапсырмасын орындайды. Ал енді қабілетті оқушы, дарынды оқушыларға арналған бөлім әдісін қолданылам. Оларға қонақжайлық ата дәстүр әңгімесіне 4 жолды өлең құрастырыңыздар. Жаңағы соңғы аяқталымы беріледі. Келдім, білдім. 3-ші жолда өтірмен кетеді, соңғы жолы үйрендім мен аяқтал. Осы шумақтарды пайдаланып оқушылардың әрқайсысы бір-бір шумақ өлең жазады. Жаңағы уақыт 1 минут, 1,5 минут. Содан кейін өлеңдерді топ ішінде жеке-жеке әрбала оқып жіберіп отырады. Сабақтың соңында шығу парағын пайдаланып сұраққа жазбаша жауап жазып береді. 12-ші тапсырма орындалады. Жаңағы сұрақтарды уақыт жеткеніне қарай оқып та жіберуге болады. Ең соңында топ бірін-бірі бағалайды. Аудиозапис арқылы жібереді.